Тағы да сәлем оқырман. Арунаны жобадан қуып жібергендей болды кеше. Оны қуған кім? Редакция ма, жүргізуші ме, продюсерлер ме? Балауса ханымның қатысы бар ма? Сол баяғы мистің жыры. Сөзге келіспей қалды ма іштерінен, әлде артынан өтірік сөйлеген бе, қалай ойлайсыздар? Арунаның айтатыны көп енді, бар шындығын шырылдап айтты. Көптеген сұрақтарға да жауап берді. Бетіне күліп қарап, артынан өтірік сөйлегені көп болған айтуынша. Мис үшін Нұртаспен жүрдің әдейі дегендер де бар екен. Айнұрда Аруна жайлы бір сөздерін жазып қалдырды. Арунаны шығарып жібергеніңізге ойыңыз деген сұраққа жауабын берді. Мен бұл қызды жақсы көремін. Негізі өнерден қорқып қалатын қыз емес. Өнердің майын ішіп жүрген жан ғой. Биылы би қойылымдардың бәрін қосылайыққа осы қыз қойған. Ол нәрсені жоққа шығаруға болмайды. Тек жаңа қаламады қатысуға болды. Мен жоба ішінде ғана емес, жалпы аралассам өмірде де араласатындай араласамын. Бірақ жоба үшін ғана араласатын адамдар болады өмірде. Өмірде араласа беремін. Мінезі өзімдікі сияқты, бермесең жолынан, деді Айнұр. Арунадан ашық пікір естей алмадық, жобалап жасырып кеткенін астарлап жазды. Оқып көрейік, негатив жазатын қоғынбайларға не дейсіз? Турасын айтсан туғанына да жақпайтын. Заманда танымас біреуге сын айтуға 5 адамдар жетерлік. Өтірікті шындай, шынды Құдай ұрғандай. Мойнына қиып салып сөзбен табалайтын. Қақиған қақпастар да жетерлік. Іріген ауыздан шіріген сөз шығар. Болып отырған. Басындағы ақ орамалын ақтай алмай отырған адамдар да жетерлік. Бір Алла бірін көруші, реттеуші. Еш нәрсені жауапсыз қалдырмаймын деген ғой. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Адам өзінің айнасы ғой. Өзі қандай болса өзгені де солай көреді, деді Аруна. Сіз қалай ойлайсыз? Жобадан қуылды ма, әлде өзі кетті ме?